Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы, Ақтау көлік колледжінің арнайы техникалық пәндер оқытушысы Байдиева Гүлшат Қайнуллақызы. Реле жөніндегі жалпы мәліметтер. Пойыздар қозғалысын реттеу жүйелерінде пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жолдар мен бұрмалар жағдайлары, сигнал көрсеткіштері арасындағы сұлбалық тәуелділіктерді орындау үшін электрлік тізбектерді ауыстырып қосуды орындайтын релелер қолданылады. Реле деп кіріс шамасы баяу өзгерген кезде шығыс шамасы күрт өзгеретін элементті айтамыз. Релені ең алғаш ойлап тапқан француз ғалымы Жозеф Генри. Энергия түріне байланысты релелер электрлік, оптикалық, акустикалық, гидравликалық, пневматикалық, жылулық және механикалық болып 7 топқа бөлінеді. Электрлік релелер электромагнитті, магнитті электрлі, индукционды және электронды болып 4 топқа бөлінеді. Электрлік контактілік релелер, соның ішінде электромагниттік релелер кең қолданысқа ие. Олардың кіріс тізбегіндегі тоқтың күрт өзгеруі оның физикалық үзілуімен орындалады. Мұндай релелер жұмыста қарапайым әрі сенімді шығыс тізбектерінің көп санын ауыстырып қосуды қамтамасыз етеді. Теміржол көлігіндегі автоматика және телемеханика саласында кең қолданылатын релелер электромагниттік релелер деп аталады. Электромагниттік релелерді бейтарап полярландырылған және құрама деп 3 топқа бөлеміз. Реле құрылысына сенімділіктің, ұзаққа сақталудың және жұмыс нақтылығының талаптарын қояды. Себебі реленің дұрыс жұмыс жасауынан пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі мен қозғалысты реттеу жүйелерінің үздіксіз әрекет етуі тәуелді болады. Жұмыс істеу сенімділігі бойынша релелер бірінші және төменгі класты сенімділікті болады. Бірінші класс сенімділік релелеріне орамында тоқ өшуі кезінде өзіндік салмақ әсерінен якордың қайта оралуының максималды кепілдігінің бар болуы қамтамасыз етілетін, ал контактілік беттерге пісірілмейтін материалдар қолданылатын контактілік жүйесі жабық релелер жатады. Мұндай релелер қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін барлық жауапты сұлбаларда реле якорын жіберуге қосымша сұлбалық бақылаусыз қолданылады. Сенімділіктің төменгі класс релелеріне якордың түсірілуі төменірек дәрежеде кепілденетін және якор салмағы мен контактілік пружиналар реакциясының әсерінен контактілердің пісірілуі мүмкін релелер жатады. Бұл релелер пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етумен тікелей байланысты сұлбаларда қолданылады. Реле құрылымы өзекке кигізілген катушкадан, ярмо, қозғалмалы якордан және онымен байланысты контактілерден тұрады. Катушка немесе реле орамы магнитті ағынды жасау үшін, ал өзек оны күшейту үшін қызмет етеді. Реле 2 тұрақты жағдайға ие. Оның біреуі жұмыстық, яғни реле тоқта. Мұнда реле қосулы, якоры тартылған, яғни үстіңгі фронттық контактілері тұйықталған болып келеді. Екіншісі жұмыстық емес, реле тоқсыз, якоры түсірілген, яғни төменгі тылдық контактілері тұйықталған. Сигналда орталықтандыру блоктау релелері әріптер мен сандардан тұратын арнайы маркировкаға ие. Белгіленудегі алғашқы әріп немесе 2 алғашқы әріптердің қосылуы реленің физикалық әрекет етуінің принципін білдіреді. Н нейтралды, П полярланған, К құрама, СК өзін-өзі ұстайтын құрама, И импульстік, ДС 2 элементті секторлық екендігін көрсетеді. Сонымен қатар автоблоктауда қолдану үшін арналған релелерде бірінші орында А, Н, 2 әрпі белгіленеді. Бірінші А әрпі реле автоблоктаулық аз габаритті екендігін көрсетеді, ал екінші әрпі реленің әрекет ету принципін білдіреді. Посықтық релелердің шартты белгіленуіндегі П әрпі, ал түзеткішті релелерде В әрпі болады. Басқа приборлармен реленің штепсельді қосылуы Ш әрпімен белгіленеді. Көрсетілген әріптерден кейін контактілік топтарды сипаттайтын сан қойылады. Дефиспен бөлінген екінші сан тұрақты тоқтағы реле орамының кедергісін білдіреді. Реленің кейбір түрлерінде белгіленудің бұл жүйесі қойылмайды. Осылайша апаттық және оттық релелердің белгіленуінде бірінші әріп реленің тағайындалуын сипаттайды. Релелер жөніндегі бастапқы мәліметтер осындай. Назарларыңызға рахмет.